Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге корей салатын жасаймыз. Ең алдымен огурцымызды дөңгелектеп турап, помидорымызды 4 бөлікке бөліп, капустамыздың жартысын, сәбізімізді күштен өткізіп, болгар перецімізді ұзынша етіп турап, петрушкамызды, укропымызды, соңында чесногымызды жақсылап, майдалап турап аламыз. Барлығын турап болғаннан соң құрамына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын банкымызды парлап алып, парланған банкімізге салаттарымызды біртіндеп салып шығамыз. Ыдысының түбіндегі суын да құямыз. Енді ең маңызды жеріне келдік. Кез келген банкі, 1 литрлік банкі сиятын ыдысымызға жартылай етіп су құйып аламыз. Қайнамаған су болу керек, қыздар. Оның астына тряпкамызды салып, банкілерімізді орналастырып шығамыз. Үстінен қақпақтарын просто так жауып шығамыз. Қақпағын жауып 45 минут қайнатамыз. Яғни қайнаған уақыттан бастап есептейміз 45 минутты. Мінекей біздің салатымыз дайын. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.